Ал кайрылуу кеш Асылбектим. Суу ана касымызда, жер ана бизденики. Жер суу касымызда деп ба. Агым алдағы 2-3 күнге не болжаймыз, не көреміз, не күтүп тұр бізді. Отбасылы бар адамдар, енді маевка, арбет, қыдырыс, пикник болатқан шығар енді қыдырастар. Бұл жерде көбі бала шағасына уақыттарын арнайды екен. Шаршайсыздар, енді оңай емес. Бірақ жақсы қыдырып қайтасыздар. Тағы не дейді? Күшті бірдеме болайын деп тұр. Өздеріне сенбей атқан адамдарға қиналыс, күйзелісте жүрген адамдарға не дейді? Шындықтың беті ашылады. Күш, мен сіздерге айтайын, сырттан көмек іздемей-ақ қойыңыздар. Ешкім келіп сіздерге көмек бермейді. Бүкіл күш қуат ол ішкі өзіңізде. Өзіңіз өзім бе, өзім хан болам, өзім дегенде сол кезде жетесіз. Мен де адаммын дегенде, бәрін нөлден бастап өзіңіз жетесіз. Күрес бұл жерде тек күресуіңіз керек. Көбінде енді мына жақта той, мереке, енді қайғырып отқандар, не дейді оларға? Қайғырмай қой, сізді бұл өмір. Анау бар еді, бәрібір өлесің, немнесіне қайғырасың деп. Сол сияқты, мына жақта ер адамдар шығып жатыр, не дейді ер адамдар? Күресіңіздер, өмір сүріңіздер. Өмірді берді ма, мейлінше өмір сүруге тырысыңыздар. Уақыттарыңызды жылап сықтауға емес, уақыттарыңызды шаттыққа, мерекеге, мейлі қалтаңызда бір тиын болмасын, сонда да жоқтан бар жасауға ұмтылыңыз. Айтып отырмын ғой, бұл жерде шындық өзіңізде отыр, күш қуат өзіңізде. Әділдік сол кезде орнайды. Біреуге үміт артсаңыз, біреуге қол жайсаңыз, ұтыласыз. Алыстағына армандамай-ақ қойыңыз, алыстан ару алғанша жақыннан көріп ала дейді. Жүрегіңізді сол үшін жараламай-ақ қойыңыздар. Сол кезде басшылық, тоқшылық әулетіңізден қолдау да жүреді. Үлкен өзгерістерге ұшырайсыздар. Жеңіс күтіп тұр әрине. Сондықтан не істейміз? Тек өзімізді ойлаймыз, өзімізді көтермелейміз. Сіз ең керемет адамсыз, соны біліңіз.